Мотоғұлова Әлия Нұрмахамбетқызы, қазақтың қаһарман қызы, Кеңес одағының батыры. 1942 жылы өз еркімен Қызыл әскер қатарына алынып, мергендер мектебін үздік бітіріп шығады. 1943 жылдың тамызынан 2-ші Прибалтика майданында 26-шы атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысып асқан мергендігімен көзге түседі. Нұркен Әбдіров өшпес ерлік жасап Кеңес одағының батыры атағын алған қазақстандықтардың бірі әскери ұшқыш Нұркен Әбдіров. 1942 жылы шабуылдаушы ұшқыш Нұркен Әбдіров майданға жіберіледі. Алғашқы әуе шайқасына 23 қазанда қатысып, 2 айға жетер-жетпес уақыт ішінде 16 рет әскери әуе жорығына араласты. Жаудың 12 танкісін, 28 автомашинасын және тағы да басқа техникаларын, 50-ге тарта солдаты мен офицерлерін жойды. Мәметова Мәншүк Жиенғалиқызы. Шын есімі Мәнсия, қазақтың қаһарман қызы, Кеңес одағының батыры. 1942 жылы тамызда Қызыл әскер қатарына алынып, 21-ші атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысты. Аға сержант пулеметші Мәншүк Мәметова ұрыстарда өзінің асқан мергендігімен және табанды батылдығымен көзге түсті. Ерліктің өшпес ізін қалдырған қазақстандық Кеңес одағы батырларының бірі Қабылов Төлен. 1942 жылы Қызыл әскер қатарына шақырылып, Сталинград шайқасында Дон, Қырым, Украина, Беларусь, Литва жерлерін азат ету ұрыстарына қатысқан. Қызыл жұлдыз 3-ші дәрежелі даңқ ордендерімен марапатталған. Сұлтан Баймағамбетов, Төлеген Тоқтаров, Қошқарбаев Рахымжан, Бауыржан Момышұлы және тағы да басқа Ұлы Отан соғысының батырларына басымды ете алғыс айтамын. Барша халық жеңіс күнін тойлайды, жас сәбилер думандатып ойнайды. Ардагерлер көздеріне жас алып, ұрпақтарын амандығын ойлайды. Жеңіс күнін қарсы алайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мың алғыс.